Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен сүттен жасалатын оладьи жасаймыз. Менімен бірге дайындап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқа саламыз. Оған шым-шым тұз себеміз және ванильді қант қосамыз. Бұл дәм беру үшін міндетті емес. Қарапайым қант саламыз, араластырамыз. Тәттірек болған қаласаңыз, қант мөлшерін көбейтуге болады. Оның үстінен жылытылған сүтімізді құямыз. Кішкене ыстықтау болса да болады. Ең басты салқын болмау керек. Алдын ала міндетті түрде кішкене ысытып аламыз. Араластырамыз. Оның үстінен бір шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Және де ұн қосамыз. Ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Ең басты бізде жақсылап араласу керек. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Қамыр және де қою болу керек. Егер де сәл сұйықтау болса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Бізде осындай қою, кішкене ғана ағып тұратын қамыр шығу керек. Жақсылап араластырғаннан кейін бұны араластырмай, әзірге қоя тұратын боламыз. Енді табамызды қыздырамыз, оған сұйық май құямыз және де майды жақсылап қыздыратын боламыз. Қатты қызып тұрған майға оладьилерімізді аз қасықтап саламыз. Оларды салған кезде майдың астын кішкене азайтамыз, орташадан төмен етеміз. Май қатты қызбай қалса, бойына көп май сіңіріп алуы мүмкін. Сол себептен қатты қыздыратын боламыз. Және қақпағын жауып, шамамен 1 минуттай пісіреміз, асты қызарғанға дейін. Одан кейін лопатамен немесе шанышқымен ақырын аударатын боламыз. Екінші жағы тез піседі. Қақпағын жауып, екінші жағын қызарған күтеміз. Шамамен жарты минуттай. Қағаз үлгіге түсіріп аламыз, артық майларын сіңіріп алу үшін. Қалғандарында дәл солай жасаймыз. Осымен дайын болды. Әрле өз қалауыңызша, мен кішкене қант ұнтағын септім. Еш нәрсе жасамауға да болады. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа немесе кез келген уақытта шайға жасасаңыздар болады. Ортасы толығымен піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көптеген рецептерді жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.